Барлық әлемнің әкімінен сәлем достар. Тағы да реакция, yes. Ура, бүгін Ace дейтін 91-ның бір топ мүшесінің клипіне реакция. Өкпелеме. Бәріміз білеміз, 91 пока что отдыхта. Әркім өзі творческий бірдеңемен айналысып отыр. Енді Ace-kin қарай құрсын. Клип шығарыпты, әлем шығарды клип, Зак шығарды, өзінің альбомын. Енді бала шығарса, барлығын әнін қосып бірден қылуға болады сияқты. Ладно, кетіп қарайық, өкпелеме. Ваш! Еба! Еба, тиктокер жүру мұнда. Барлығы. Прикольно, прикольно. Картинка әдемі, свет әдемі қойылған. Прям күшті. BTS-тің клипін қарап отқан сияқтымын деп па. Движениялар енді күшті екен, маған бүйтіп. Негізі шыны керек, мен билеп үйренгім келіп жүр. Сол үшін көре алмаушылығым бар енді кішкене. Короче, мынау клип только хореографиямен алып тұрған. Андай қатты не жоқ екен, кадрлар жоқ екен. Қатты кадр жоқ екен. Или бар ма? Сол баяғы черно-белыйдағы қыз бастапқыдағы видеоның басындағы Ace-тің билегендері ең әдемі сезімдерге кетіп қайта бер. Не, хореография әдемі мұнда. Так, клипті түсінгенім бойынша мұнда адамдар черно-белый, Ace тек қана цветной. И адамдар мұңайып тұрды, мне кажется, не могут чувствовать, да? Мен солай сезіп отырмын енді, солай ойлап тұрмын енді. Адамдар өкпелеп кетті. Бәсе, клиптің аты сондай екен, өкпелеме екен ғой, өкпелеп кетті. И Ace оларға көмектесіп отыр, цветной болуға, өкпелемеу үшін, көңіл-күй көтеру үшін. Мен түсінгенім бойынша солай. Именно сол өкпелеме дейтін жері кайф маған айтады. Өкпелеме, өзгерме. Ну, клип әдемі, простой, но енді андай нормально деп ойлаймын, енді кажется мне. Или білмеймін, өзім сондай клиптер жақсы көремін ба, көп кадры бар. Но мен андай
хореографиясын оценил, короче. Мужики охуенно танцуют. Ойбай, кешірім, боқтап қойдым, кешірім сұрайым. Ну, ладно, я сол хореографиясын оценил. Режиссер Асхат Баянов. Базар жоқ, комментарияда не деп отыр екен. Ән 10-ға 10, хореография 10-ға 10, клип 10-ға 10, эйс бесконечность 10 дейді. Еба. Не деймін енді сол клип жайлы тағы да бір кірет қарап жүйелік, бір-екі моменттерді қарап жүйелік. Мен просто клипті дұрыс түсініп отқан жоқпын әлі. Білмеймін, клиптен бір мән іздейтін болғанмын ба мен, или мән іздеп керек емес па, сендер қалай ойлайсыңдар жалпы? Ну, мияқта енді әдемі, короче, қараш. Эйс цветной, адамдар черно-белый, мужиктар майкада билеп жатыр, өте керемет. Качок мужиктар. Эйс ерекшеленіп тұр мында. Тоже майкада, но и костюмда. Мияқта Қазақ Репабликке не реклама, да, мне кажется. Так, тағы не бар мында. В принципе, тек бір локацияда түсірілген ғой в основном, да. Но я оцениваю на 6 клип, или даже 5. 5. Да, я такой жесткий критик. Естественно, алды. Все, жақсы онда достар, давайте сендермен болған мен Нұрболат. Оған қаларына реакция күтетін болсаңдар, осы каналға тіркеліңдер. Пока-пока, чау.